Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Жағдайларыңыз жақсы ма? Ауыл аймақ бота тайлақ аман ба? Аллаға шүкір аман-есенбіз. Ертеректе ресейліктер әділдік таппағанда қазақ билеріне келіп жүгінген екен дейді. Кешегі қариялардың әңгімесінен бір үзік айтқым келіп отыр. Сонда қазақтар екі жағын тыңдап, әділдігін айтса, кінәлі жақ кінәсін мойындап, кешірім сұрай алмайды дейді. Сонда қазақтар оларды насихаттаған екен. Бір нәрсені бүлдірдің ба, кешірім сұрасаң, ол өзіңді өзің қадірлегенің, өзіңді өзің сыйлағандығың. Кешірім сұрамасаң, ол надандығың, тәрбиесіздігің, ол мейірімсіздігің. Өзіңді өзің сыйламасаң, өзгені қайтіп сыйлайсың? Өз қадіріңді өзің сақтамасаң, кешірім сұрау деген сөз өз қадірін өзі сақтау. Сен өз қадіріңді өзің сақтамасаң, өзгені қайтып қадірлемекшісің? Ол надандықтың белгісі, пасықтықтың белгісі, ол түк көрмеген қараңғылықтың белгісі деп неше түрлі сөздермен айтып түсіндіріп барып, шешім айтқанда ол кісілер сөзге тоқтаған екен дейді. Содан сол орыс халқы кейінгі ұрпақтарына извините деген сөзді әдетке айналдырып қалдырыпты. Өйткені ертеректегі адамдар адамның бағасын араласа келе кешірім сұрау ол адамгершіліктің, мәдениеттіліктің, білімділіктің белгісі, ақыллылықтың белгісі екен ғой. Біз соншалықты надан, қараңғы ақымақтардың қатарынан болмайық, солардың санатынан болып қалмайық, сондай болып көрініп қалмайық деп осыны кірістірген екен. Оған дәлел біздің Абай Құнанбаев атамыз айтады, адам бір боқ көтерген боқтың қабы дейді. Егер ол пенде болғасын жаңылмайтын жақ жоқ, сүрінбейтін тұяқ жоқ қой. Бір нәрсені бүлдіргесін кешірім сұрасаң, ол сол жерде шешіледі, сол жерде қалады. Ал енді сен кешірім сұрамай шалқайып, оны бір ерлік санасаң, өзіңнің надандығыңды өзің сақтағандығың, өзіңнің қадірсіздігіңді өзің сақтағандығың, сені ешкім жақсы көрмейді, ешкім сені сыйламайды да, әйтеуір бір көтерген боқтың қабы болып қаласың да. Сондықтан да біздің атамыз айтқанда, адам бір боқ көтерген боқтың қабы дейді. Өлсең сасық боларсың одан тағы дейді. Өлгеннен кейінгі де азабы бар оның деп атады. Сенімен мен тең бе деп шіренесің, надандықтың белгісі ол баяғы дейді. Сондықтан да құрметті бауырлар, жаңылмайтын жақ жоқ, сүрінбейтін тұяқ жоқ. Қателестің ба? Өзіңнен үлкен адамнан кешірім сұрау ол жеңіл. Қателессең өзіңнен кішіден де кешірім сұра, онда тұрған ештеңе жоқ. Өйткені сен адамгершілігін сақтайсың. Қазіргі таңда бар, жаңағы кешірім сұрамау бір ерлік сияқты, ол бір ақылдылық сияқты, ол бір ширақтық сияқты. Өз анасының жалынып, әй мынау ата енеңнен кешірім сұрашы деген кезде сұрай алмаған істерге куәміз да. Өз анасын тыңдамаған, өзінің әкесін тыңдамаған, әкесі мен анасын қадірлемеген ол ата ененің қадірін қайдан білсін? Осы нәрсені айтқан себебім, біздің қоғамда жанжал көп, араздық көп, ажырасу көп. Соған әйтеуір біреу болмаса біреуіне себеп болып, ақылға келіп, әй мен надан емеспін, мен әшейін көтерген боқтың қабы болмайын, онда бекерге сасып қалады екен. Мына дүниеде де, ақыретте де. Одан да мен ақыл сананың иесі болған адам атаның ұрпағымын ғой, адам болайын деп әрекет етіп, әркім өз абырой беделін сақтап қалса екен, отбасын сақтап қалса екен деген мақсатта сөйлеп жатырмын. Сондықтан да құрметті бауырлар, Алла қаласа, алдымызда шуақты күндер көп. Біз ынтымақ бірлікке келуіміз керек, ұлт ұйысуымыз керек. Жалпы Қазақстан мемлекетінің азаматтарының барлығы мейір махаббатта болуымыз керек. Бұл кешірімділік деген мейір махаббаттылық, инабаттылық, өзінің адами қасиетін сақтау. Осыдан қашу ол ерлік емес, ол надандық, ол қараңғылық, ол көрсоқырлық, түк көрмегендік. Сондықтан да ағайындар, орыстар бір-бірінен тез кешірім сұрады дағыны, кейін бізге кешірім сұрауды западлау қылып сіңіріп жіберді. Сонымен қазір қазақ кешірім сұрамау бір ерлік сияқты болып жүрді. Осы қалыпты сақтағандар, орысшалап айтқанда отставныйда. Ал қазір Құдайға шүкіршілік ислам дінінің нұрлы парақтары ашылып айтылып жатыр.
мұсылманшылық, имандылық жарысқа түсіп жатыр. Тақуалық еленіп жатқан заманда біздер сақтануымыз керек. Мынау арақ ішу отставный сияқты кешірім сұрамау да отставный тірлік. Сондықтан да жаңылмайтын жақ жоқ, сүрінбейтін тұяқ жоқ. Қай уақытта да бір-біріңізден кешірім сұрауға асығыңыздар. Өйткені қариялар айтатын, бірінші кешірім сұраған адам жәннатқа бірінші кіреді деп. Мінекей соның өзі имандылықты білдіреді. Аман болып тұрыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.